Қайырлы таң, құрметті серіктестер. Қазір мен сіздерге мынау Юми кейсеттің бізде кеше обновленный программада кішкене бізде бонус ақша табу несі өзгерді. Өте жақсы жаққа қарай өзгерді. Сол жөнінде қысқаша айтып кетейін. Юми кейсет деген, Юми деген асар деген сөз. Қазақша біздің тілмен айтқанда бұл батыстан, Ақтөбеден шыққан компания болғандықтан оларды Юми деп атайды екен. Асар деген сөзді асарлатып, бір крышаны жабу немесе асарлатып банк жабу деген бізде бар ғой, сол сияқты. Юми кейзет деп аталды. Юми деген ағылшын тілінен аударғанда сен және мен деген мағынаны білдіреді екен. Енді бұл клубтық жүйе, экосистема дейміз, болмаса. Өзі клубтық жүйенің өзі Юми Клаб. Мысалы, Юми Клабымыз бесінші қарашада 2024 жылы тіркелген. Юми Клабтың старт басталуы жұмысын жалпы май айы 2025-тің официально жұмыс жасап жатыр 7 август 2025-тен бастап. Енді 5 бағытта жұмыс жасайды. Бірінші Юми IT, кәдімгі Каспий магазинді есіңізге түсіріңізші. Барлық қалай мүмкіндіктер бар да, Каспий магазиннен өнімді де сатып аласыз, товар да сатып аласыз, продукты да сатып аласыз, алтын да, сковородка да ала аласыз, билетті де ала аласыз. Барлығы сол жерде қарастырылған. Тура осы сияқты Юми IT технология болады бізде. Юми IT. Екінші бізде Юми Travel деп аталады. Юми Travel, яғни путешествие, саяхат дейміз ғой. Американың компанияларымен пока келісімге келген барлық бізде авиабилет, ЖД билет, путешествие, саяхаттың барлығын 30-80% жеңілдікпен өзіміздің клуб мүшелеріне алып бере алады. Үшінші бізде обучение. Юми обучение дейміз. Юми обучение. Оған жалпы бүткіл мынау жаңағы өте керемет біздегі жаңағы тренерлердің сабақтарын бұл жерде ала аламыз. Сайтмұрат Давлатов, біз білетін да, Шолпан Тусупбекова, қазақстанский бізде өте керемет коучтар бар. Солардың сабақтарын және де Инстаграмды, Телеграм каналды қалай дұрыс пайдалану деген сияқты да, ТикТокты қалай дұрыс пайдалану деген сияқты, соның барлығын мына жерден оқытып үйретеді. Тағы да осындай скидкамен ала аласыздар оны. Әйтпесе бір ғана мысалы ТикТокты үйрену үшін пәленбай мың ақша төлеп үйренуге болады да. Одан кейін бізде Юми магазин бар. Магазин. Эко-магазиніміз. Қазіргі таңда 2 қалада жұмыс жасап тұр. Ақтөбе және Алматы қалаларында бар. Алла қаласа 1-2 күнде мен барған кезде контент сіздерге түсіремін. Бұл эко-магазинне мысалы 30-80% скидкамен товар ала аласыз. Барлық экологически чистый магазин, мысалы Тараз қаласында бізде эко-магазиніміз бар да. Топлайф деген компанияның да, Сахновскайдың, оның бірнеше жерде точкалары бар, бірақтан да ішінде өнімдер өте қымбат. Сол өнімдерді кез келген қарапайым халықтың қалтасына кіре бермейді. Көп адамдар оның қымбат екенін біліп, ол магазинге кірмейді да. Енді осы эко-магазиндердегі 30-80% скидкамен товарды компания бізге алып берем деп отыр. Бірақ компания айтады, осы Топлайфтың мысалы сол магазиндермен барып, өндіріспен барып, келісімге тұрған кезде мен сізге дейді 1 миллион дейді, миллион тұтынушы тауып беремін дейді, ал сіз маған дейді мынау скидкамен товарды бересіздер деп тұр магазинге. Ешқандай посредниксіз, ешқандай
жаңағы үстеме ақшасыз сіз сол магазинде мысалы бір порошок 1 литр дейміз да, қазір гель для стирки, например, тұратын болса 5000 теңге, ол жерде біз оны 2700 теңгеден ала аламыз. Тиімді ма сізге? Өте тиімді да, тем более бұл экологически чистый товар. Сондықтан да осындай бағаға ала аласыз. Қай кезде 1 миллион тұтынушы осы компанияда болғанда. Бізде уже ол магазин ашылып, Алматыда және Ақтөбеде қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр. 5-ші бағыты бізде Юми жаңағы здоровье дейміз ба? Здоровье дейміз. Бұл дегеніміз бізде бонусный программасы бар. Жантақ ол жерде. Жантақ өнімі. Біздің Мойынқұмда шығатын жантақ, кәдімгі бирюлеже колючий дейміз, мал жейтін өсімдік қой. Соны өте керемет, бізде бұрын ата-бабаларымыз оны қайнатып кептіріп ішкен, иммунитет көтергенге, одан кейін бар потенцияны көтергенге, денсаулықты жөндеуге, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартуға. Осы жантақты ион түрінде, иондалған жантақты бізге не істейді? Пермь қаласында өндіріліп, осы иондалып, бізге алып келіп, бізде сол таратылып жатыр. Біздің Юми Клаб компаниясы арқылы. Юми здоровьеде бонусный программа, бұл жерде ақша табуға болады. Енді қалай? Сізге компания клубтық жүйе айтады, сізге 30 000 теңгеге осы клубқа мүше болып келсеңіз дейді, сізге бір құты жантақ берем дейді. 60 000 теңгеге келуге болады. 2 құты жантақ аласыз. Одан кейін 150 000 теңгеге келуге болады. Ол кезде 5 жантақ аласыз, 5 бутылкада 5 құты. Және 300 000 теңгеге келе аласыз. Онда сізге 10 құты жантақ береді. Бұл денсаулықты жөндеуге. Бұл жантақтардың бізге не пайдасы бар енді да? Енді қараңыз, өзіңіз бір жантақ алып 30 000 теңгеге клубқа мүше болып келсеңіз, енді өзіңіздің жантақты ішіп жатсыз. Өте керемет, сізге результат беріп жатыр да. Содан кейін барып бізде эко-магазиніміз бар. Осының мүмкіндігін айтсаңыз, эко-магазиннен 30-80% өнімді алу үшін, айтпақшы ұмытып кетіппін, 4,5 мың теңгеге абонемент алсаңыз, 3 ай 15 000 теңгеге сразу абонемент алсаңыз, 1 жыл өнімді осы 30-80% скидкамен алып жүруге сіздің мүмкіндігіңіз бар. Даже 30 000-ға жантақ алмаған адамда сіздің ссылкаңызбен тіркеліп 4,5 мың теңге төлесе, 3 ай 15 000 теңге төлесе, 1 жыл осы эко-магазиндерден өнімді алып жүре береді. Алла қаласа, осы 1 айдың ішінде Қазақстанның барлық қалаларында осы эко-магазиндер ашылып үлгереді. Дәл қазір тек қана Ақтөбе мен Алматыда ғана бар бұл магазиндер. Енді қараңыз, 30 000 теңгеге сіз бір жантақ алып келдіңіз, сіздің өзіңізден кейін адам шақыруға реферальный ссылка дейді. Реферальный ссылкаңыз шығады сіздің. Және бір жантақты алдыңыз, ол кезде өзіңіз ішіп нәтижесін көріп жатсыз. Енді сіз өзіңізге адамдар шақыра бастайсыз. Бір адам мысалы келді ма, 30 000 теңгеге ол да жазылатын болса, компания сізге оған осы Юми Клаб туралы не берген үшін, ақпарат бергеніңіз үшін 30 000 теңгеге бір жантақ сатып алған кезде сізге 6 000 теңге төлейді сыйақы. 6 000 теңге төлейді. Бұл тек қана шақырған үшін. Және екінші бонус бар, ол структурный дейді. Және осы адам үшін тағы да аптаның аяғында, бізде апта сайын зарплата екен, 1000 теңге тағы да структурный немесе командный бонус береді сізге. Да? Солай. Енді қараңыз, сіз өзіңізге мысалы, тұрған сіз өзіңізге бір адам тіркедіңіз, 30 000-ға келсе 6 000 теңге ақша төледі. Екінші адамыңыз сіздің келді, 60 000-дық пакетке келетін болса, сізге компания не дейді? 12 000 теңге төлейм дейді. Одан кейін үшінші адамыңыз өз жерде, ол 300 000-ға келетін болса, компания
мынаған 60 мыңға тіркелген адамыңыз үшін сізге 12 мың теңге береді компания. 150 мыңға тіркелсе сізге 30 мың теңге береді. Шақырғаныңыз үшін 300 мыңға келген адамнан 60 мың теңге береді екен. Ал структурный бонусты 60 мыңдық пакеттен 2 мың теңге береді. 150 мыңдық адам келетін болса 5 мыңға береді. Структурный бонусты 60 мыңға тіркелген адамнан 10 мың теңге береді. Көрдіңіз ба? Сонда қараңыз, сіздің бірінші өзіңіз 30 мыңға тіркелдіңіз дейік. Бірінші шақырған адамыңыз 30 мыңға келді, 6 мың теңге береді. Екінші шақырған адамыңыз 60 мың теңге келді, 12 мың теңге берді. Үшінші шақырған адамыңыз 300 мың теңгеге келді. Сізге компания 60 мың теңге беру керек еді ғой. Сол 60 мың теңгені 3 еселеп сізге 180 мың теңге береді. Мықты ма? Күшті, я? Енді қараңыз. Төртінші адамыңыз келді. Ол адамыңыз сізде мынаған келсін 150 мыңдық пакетке. Қанша береді компания сізге? 30 мың теңге береді ол үшін. Бесінші адамыңыз келді. Ол деген 60 мыңдық пакетке келді. 12 мың теңге берді. Алтыншы адамыңыз келді. Ол да мысалы 150 мыңдық пакетке келетін болса, қыздар 30 мың теңге береді ғой. Соны не істейді? 3 еселеп сізге 90 мың теңге ақша береді. Ал егер осы 6-шы адамыңызда сіздің 300 мыңға тіркелетін болса, онда не істейтін еді? 180 мың теңге беретін еді. Көрдіңіз ба? Осындай керемет жаңағы сыйақы тағайындап қойды компания. Енді қараңыз, сіз өзіңіз 30 мыңдық пакетте тұрсаңыз, мына адамдарды өзіңіз шақырдыңыз. Енді мына кісі өзіне 2 адам тіркесін дейік. Ол кісі өзіне 3 адам тіркеді дейік. Мына кісі өзіне 2 адам тіркеді дейік та. Сонда қараңыз, мынау сіздің бірінші линияңыз, бірінші қатарыңыз сіздің шақырған. Одан кейін мынау о кісілердің шақырған адам екінші. Мынау үшінші да. Сіз егер 30 мыңдық пакетте тұрсаңыз, бірінші линияңыздан шақырған үшін аласыз. Қай суманы болса да, қай пакетке келсе. Бірінші линияның барлығынан аласыз, үшіншісінен утроенный. 4-ші, 5-ші, 6-ші адамнан утроенный, 7-ші, 8-ші, 9-ші адамнан утроенный аласыз, е? 3 есе көп ақша аласыз. Ол ма? Енді қараңыз, структурный дейді. Мына кісіні шақырғаны үшін мына кісі шақырды ғой бұны. Екінші линиядағы адам. Мына 2 адамыңыз үшін ол кісі өз алады, қай сумаға шақырса да. Үшінші адамнан ол да утроенный алалады, қай пакетке келсе де. Бірақ сіз осылардың әр қайсынан келген пакетінен, егер ол 30 мыңдық пакетке келсе 1000 теңге аптаның аяғында, 60 мыңға келсе 2 мың теңге, 150 мың теңгеге келсе 5 мың теңге, 300 мыңға келсе 10 мың теңге структурный сізге де түседі екен. Екінші линияның бәрінен структурный аласыз. Үшінші линияға сізде 5 адам келді дейік осы аптада. 5 адамның бәрі 300 мың теңгеге келсе, структурный сізге 10 мың теңгеден 5 адамнан 50 мың теңге түседі екен да. Барлығын енді санаңыз. Сіз 30 мыңдық пакетте тұрғанда бірінші, екінші, үшінші линиядан структурный бонус аласыз. Егер сіз 60 мыңдық пакетте тұрсаңыз, 1, 2, 3, еще 4, 5, 6 уровеннен алатын едіңіз структурный бонусты. Ал егер сіз мынау 150 мыңдық пакетке келетін болсаңыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 уровеннен аласыз. Ал егер сіз 300 мыңдық пакетте тұратын болсаңыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 уровенен алады екенсіз. 12 уровенен сіздің шақырған адамдарыңыздың адамдар. Яғни мына кісі өзіне жазады адам 4-ші уровен, мына кісі өзіне мысалы 3 адам жазады, мына кісі өзіне 10 адам жазсын дейік. Мынаның бәрі 5-ші уровен, олардың жазғаны 6-ші уровен, оның жазғаны 7-ші уровен, оның жазғаны 8-ші уровен, оның жазғаны 9-ші уровен, оның жазғандары 10-ші уровен, олардың жазғаны 11-ші и 12 уровен. Көрдіңіз ба? Егер сіз 300 мыңдық пакетте тұрсаңыз, 12 уровенге де мынаның әрқайсысы жазады. Кетіп жатыр. Мына кісі мысалы 100 адам жазсын дейік өзіне. Осының барлығының қай пакетке кірді, сол пакеттен сізге мынау екінші мынау структурныйға
осылар түседі. 1000 теңге, 2000 теңге, 5000 теңге, 10.000 теңгеден. Кім қандай пакетке кірді, содан түсіп тұрады екен. Көрдіңіз ба? Енді қараңыз, міне сізде кетті ғой командаңыз, міне. Мысалы, сізде прямой 7, 8, 9, 10 адам бар дейік, прямой. Сіздің 10-шы адамыңыз келді де бұрқыратып жұмысын алып кетті дейік. Осы 10-шы адамыңыз өте күшті жұмыс жасап тұр. Бір айда 5 миллион теңге товарооборот жасады. Өзі командасымен 10-шы адамыңыз. Мынаның бәрі жиналып қалған 9 уровеніңіз тағы да 5 миллион теңге товарооборот жасасын. Сонда сізде жалпы мынау сіз тұрсыз ба? Сіздің командаңызда 10 адам бар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-шыңыз 5 миллион беріп тұр. Қалған мынаның бәрі жабылып 5 миллион берсін дейік. Жалпы товарооборотыңыз 10 миллион теңге болды ғой. Ойбай. 10 миллион. 10 миллионды құраған кезде компания сізге 3 миллион теңге турбонус береді. Оны туристический походқа барасыз ба, путешествиеге, өзіңіз басқа кредитіңізді жабасыз ба, болмаса қандайда қарызыңызды төлейсіз ба, болмаса первоначальный қысын төлеп үй сатып аласыз ба, өзіңіз білесіз да. Енді қараңыз, ары қарай кете береді. Мына кісіңіздің бұрқыратып несі 25 миллионға, мына 5 миллионға 20 миллионды қосады ғой. 25 миллион болсын дейік. Накопительный, ештеңке күйіп кетпейді. Одан кейін мына жақта 25 миллион. Бәрі қосылып жүріп жасады ма? Жалпы 50 миллион теңге товарооборот болды ғой. Ана бәрін қосқан кезде. Сол кезде сізге компания 15 миллион автобонус береді екен. Бұны елдер 2 айда жасап жатыр. Көрдіңіз ба? Енді ары қарай мына жақта жалпы мынадан ары қарай жиналып келе береді 125 миллион мында. 125 миллионнан қалған 9 уровеніңіздің бәрі жабылып жатып 125 миллион беріп жатыр дейік та. Сонда екеуі қосылып 250 миллионды құрамай ма? 250 миллион, когда сізде товарооборот болған кезде, мысалы 5 айда дейікші, сізге компания 50 миллион так, 50 миллион жаңағы квартирный бонус береді екен. Home бонус дейміз ба? Квартира бонус береді екен. Керемет емес па? Ол сіздің бірақ адамың, бірақ мынау сіздің орныңыз үшін. Егер сіздің орныңыз біреу-ақ емес, екеу-үшеу болса ше, мысалы бүйтуге болады. Мынау сіз тұрсыз. Мына жерге өзіңіздің астыңызға прямой. Мынау, мысалы, сәуле 1, мынау сәуле 2, сәуле 3 может. Бір ақшасы бар кісілер осылай да бастайды. Сол 3-ті алып қойыңыз. Не? Одан кейін алыңызда адамдарыңызды былай тіркеп кете берсеңіз де болады. Не көп? Адам көп қой. Орманда тұрып жатқан жоқпыз. Жан-жағымыздың бәрі адам, барлығы продукты сатып алады, питание, барлығы киім киеді, барлығы путешествиеге барады, барлығы скидкамен товар алғысы келеді, барлығына денсаулық керек. Сондықтан да бұны жасауға болады. Енді кетті ғой. Бір орныңыз мысалы автобонусты алды ма, мынау квартирный бонусты, енді алыңызда екінші неңізге жақсылап жұмыс жасаңыз. Мынаны жеткізіңіз квартирный бонусқа. Одан кейін мынаны, одан кейін мынаны. Болмаса, мына жерде келе жатырсыз қой. 6-шы уровеньге келді, бәрі күшті жұмыс жасап жатыр. Мына жерге қайтадан өзіңіз қойып қойыңыз бір рет. Міне. Осыдан ары қарай жіберген адамдарыңыз да көмектеседі. Сонда бұл жерде бірнеше рет ала беруге болады. 30 мысалы 300 мыңға бір рет пакет сатып алды. 10 жантақ болды, одан кейін саған жантақ ал, қайта-қайта заказ жаса демейді. Өзіңізге егер 300 мыңға пакет алғандар, өзіңізге керек болып 4-ші мысалы да, тағы да бір 10 сізде құты жантақ бар ғой, тағы да бір мысалы 2 йодпен немесе тағы да 2 магниймен жантақтың қазір бізде 5 түрі бар. Біреуі ионными серебрами жантақ, екінші жантақ с лецитином, үшіншісі хлорофилмен, төртіншісі синий йодпен, и бесіншісі бізге магниймен келе жатыр. Одан басқа тағы да бізге 9 өнім келеді. Жалпы 14 өнім болады дейді.
L-арганиммен келеді дейді қыздар, әлі скоро продукциялар. Сол кезде вообще керемет болады. Бұның барлығы тесттен өткен, неге рынокқа дайын сатылымға сондай өнімдер. Сондықтан да ол да эко өнім. Еще сыртында даже жантақтың халал деген жазуы бар. Сондықтан да ешқандай одан қорқпай ала берсеңіздер болады. Жалпы осы нәрсе кімге не түсініксіз, тағы да сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады, бірақ осындай керемет бізге Өмей KZ клубтық жүйесі бізге осындай керемет мүмкіндік сыйлап тұр. Ал әр қайсыңызға осы эко системаға мүше болып, осы жерден осы миллиондарды бағындырыңыздар демекпін. Рахмет көңіл қойып тыңдағандарыңызға.